Жалған дейді өмірді бұл ғазалдан, мәңгілікке кім бар тұрақ таба алған. Дүниені шарлап жүріп қашса да, қорқыт бабам құтылмаған ажалдан. Махаббатын сыйлап бізге жер көктің, бұл өмірден асыл анам сен өттің. Саны бар ма өзің еткен еңбектің, саны бар ма өзің жуған жөргектің. Жасасаң да ұзақ ғұмыр ғасырдай, кім қияды өзіңіздей асылдай. Бұл өмірде жүрер ұрпақтарыңыз, саған деген сағынышы басылмай. Өмір өткінші дейді білетіндер, сол рас-ау. Бүгінде жарқылдап жүрген жандардың ертеңгі күні жоқ болатынына сенгің келмейді. Кешегі өткен ата-бабамыз жалған дүние, шолақ дүние деп баға берген фәни өмірден әзиз анамыз да өтті. Бізге мынау ғажап әлемнің жарығын сыйлаған ардақты анамыз, немере жиендерінің сүйікті әжесі Жұмағұлова Несібелі Балғали қызының дүниеден озғанына 10 жыл толды. Несібелі анамыз 1968 жылдың 4 шілдесінде қазіргі Атырау қаласына қарасты Алғабас селосында өмір есігін ашты. Ол Қаратоқай Шіндеке бөлімінен тараған, әкесі Балғали мен анасы Жолбикеден тараған перзенттің кенжесі болатын. Бала Несібелі қаламыздағы Дүйсенғали Байбосынов орта мектебін табалдырығын аттап, 10 жылдық білімді 1985 жылы аяқтайды. Көп кешікпей Атырау нөмірі 5 СПТУ техникумын, артынан Алматы сауда-саттық техникумын өте жақсы деген бағаға бітіріп, айналасын қуантты. Өзінің еңбек жолын Атырау қаласы дүкендерінде бастап, мамандығы бойынша адал қызмет етті. Несібелі анамыз 1990 жылы ғалым әкемізбен бас қосып, шаңырақ құрды. Отбасын, шаңырақты өмірге нәресте әкелумен думанға айналдыратында осы аналар екені даусыз. Сондай ардақты жандардың бірі анамыз Несібелі еді. Дәм тұздар жарасқан екі жұп 26 жыл бақытты ғұмыр кешіп, өмірге Екатерина, Эдуард, Әлішер атты ұл қызды өмірге әкеледі. Несібелі анамыз еңбектен қол үзбеген жан. Ғалым әкеміз қызметте жұмыс жасап, жаскелең ұрпаққа оның қыр-сырын үйреткен абзал жан болатын. Қайратты, шаршау дегенді білмейтін асыл ана осы қасиетімен сыйлы болған жан еді. Еңбек еткен кездері қандай жұмыстар тапсырылсын, оны абыроймен атқара білді. Анамыз әкеміздің жауапты жұмысына қолдау көрсетіп отыратын. Үйдің бар шаруасын үлгеруімен қатар, өзінің еңбек жолына да көп көңіл бөлді. Еңбек еткен жылдары облыс көлемінде бірнеше мақтау қағаздары мен грамоталар және де бағалы сыйлықтар мен арнайы марапатталады. Үй шаруашылығы, бала күтіміне көп көңіл бөліп, ұл қызының жақсы болуын Алладан тілеп отыратын. Алайда жүрегіне жазылмас жара, көңіліне айықпас дерт салған сұмажал, қуанышты сәттерді әлі де көрсетуге
анамыздың маңдайына жаздырмай 2016 жылы Несбелі Балғали қызы 47 жасында өмірмен қош айтысты. Ғалым Хамитұлы 26 жыл бірге отасқан жарының жоқтығын білдірмей, әке орнына әке, ана орнына ана бола білді. Ізгілікті екеуіңнен көрдік біз, сол ізгілік жетегінде өстік біз. Әкемізбен екеуіңнің арқанда, асыл анам, осы күнге жеттік біз. Екеуіңнен алдық күннің шуағын, ата-аналық махаббаттың қуатын, кеудемізден өшірмейміз ешқашан, сендер жаққан ізгіліктің шырағын. Аяғыңның астындайдау бар жәннат, әзиз жаның жаратқанға аманат. Пейіш болсын мәңгі сенің орының, дұғаларым қабыл болсын жамағат. Соңында қап асыл жардай тіректің, ұрпағыңның бақытын сен күзеттің. Аяулы асыл жарқын бейнең анажан, түкпірінде тұрар мәңгі жүректің. Осы өміріне шүкіршілік айтып отырғанда, өмірдің ағы мен қарасы қатар жүретіні рас. Бір жағынан шүкіршілік етсең де, өмірдің күтпеген істері мен қиындықтары келеді. Бұл кезең ғалым әке үшін өте ауыр болды. Адам өмірінің мәні өз ұрпағы болса керек. Ата-анамыз алдыңғы қатарлы білікті мамандық иесі болатын ұл қыздарды тәрбиелеген жандар. Ұлдарын өсіріп, қызын қияға ұшырып, сыйлап тәрбиелеген жандар. Бұл күндері әке-шешемізден тараған ұл қыздардан дүниеге 4 немере жиендерің өмірге келіп, шаңырағыңның отынын түтетуде. Десек те, анамыздың көңіліне айықпа салған дерт алмай қоймайды екен. Ұл қыздары мен ағайын тумаларының ортасынан келмес сапарға аттанды да кете барды. 2016 жылдың маусым айының 9 жұлдызында Несбелі Балғали қызының жүрегі тоқтап, орбита қауымында мәңгіге тыныстады. Иә, күні кеше ортамызда жарқын мезімен жарқылдап, ақыл парасатымен көпке үлгі болған анамыз бүгінде арамызда жоқ. 47 жасынан асқан шағында артына жарқында жылы ізін қалдырды. Міне бүгінде ағайын туыстар, ауылдастар, достар, барша жамағат боп, сізді елжірей еске алып, сіз бардағы қайран күндерді, сайран күндерді әңгімелеп отырмыз. Асыл анамыз ұрпаққа өнеге баршаға мейірім шуағын шашқан жан еді. Өзіңді құрметтеп, үмітпен қарап, тілек тілеген әрбір жанның жүрегінде шырақ болып қалдың. Сізбен өткен әр сәт біз үшін мәңгілік естелік. Алыстан ат арылтып келетін ағайын туыс, құда жекжат және ауыл адамдарына қош келдің айтып, берекелі дастарханда бірге болушы едің. Алыстан балалары келіп, қара шаңыраққа барғанда алдымен анамыз жататын бөлмеге барады. Аппақ төсегінде, ой айналайындар-ай, келдіңдер ме деп еміреніп күлімсірейтін. Ендігі бұл күндер оралмайды. Сенің жарқын бейнең жүрегімізде, біз сені
ұмытпаймыз, ана. Аллаға шүкіршілік етіп, сабыр сақтап, асыл анамызға дұға арнап, алды пейіш, арты тыныш болсын деп тілейміз. Ұрпақтарына татулық, бірлік, бастарына амандық берсін. Жатқан жерің жәннат, алдың пейіш, арты кеніш болсын. Адал жар, аяулы ана.